Қазір жігіттер екі жігітпен консультация өткізіп, осындай сұрақ туды, қыздармен қалай дос болу керек деген. Қыз бен жігіттің арасында достық болады ма деген сұраққа қыздар да жігіттер де иә деп жауап беріп жатады. Қыздарды түсінуге болады да, жігіт ретінде өтпей қалған или духы жетпей қалған, сезімін білдіре алмай қалған жігіттерді не істейді олар? Френдзонаға жинап достарым ғой деп қояды да, просто друг деген бір статус беріп қояды. Кім ол десең, досым ғой деп қояды да. Енді Оскар Уайлд деген өз заманының бір атақты жазушысы, драматург дейді. Сол әйел мен ердің арасында махаббат, сезім, страсть дейді, конфликт дейді, жек көрініш бәрі болуы мүмкін, бірақ тек достық емес деп айтқанда. Оскар Уайлд деген ол ақымақ емес, оны әліге дейін әлем аузына алып айтып жүрген адам болса. Енді біздің Қазақстан мұсылмандардың тарихында да қыз бен жігіттің достығы туралы бір жыр, дастан, өлең, әңгімелер жоқ. Шариғатта бөтен ер мен әйел бірге қалса, үшіншісі шайтан болады деген. Демек, шайтан болған жерде досым деген әңгімең өтпей қалады да. Енді ол шайтан ақымақ емес қой, ер мен әйел достық қоятын да. Ер мен әйелдің достығы түнге дейін ғана барады дейді ғой. Түн болып қараңғы түскенде досым деп айту уже қиын болады да қасында қызға. Сондықтан негізі достықта үш түрі болады екен. Бір дос бар, қалтадан мал шыққанша дейді, бір дос бар, мұрнынан қан шыққанша дейді, бір дос бар, кеудеден жан шыққанша дейді қазақтар. Сондықтан достық осы үшеуінің біреуінде болады да. Ал қыздармен достық деген ол только қалтадан мал шыққанша деген әңгіменің әңгімесі ғой. Кімнің қалтасынан? Конечно, сенің қалтаңнан да. Сен бір қызды ұнатасың, оған бір сексуальный желаниең болады, түнде елестетесің, оны армандайсың, бірақ духың жетпейді қызға жақындауға. Дос болып жүресің қасында, кел десе келесің, кет десе кетесің, тамағын әпересің, киноға апарасың, әңгімесін тыңдайсың, бірақ іштей оған аузынан су ағып құрып отырасың да. Егер қызбен просто паркке барып, суши жеп, кино көріп, әңгіме айтып, сосын соның бәрін сен төлеп жүру саған ол бір нормальный болатын болса, ұнаса әңгіме жоқ. Бірақ ол не нормальный, ол негізі мен өзіме ұнаған әдемі қызды көргенде менде бір ғана желание болады да, жігіттер түсінген шығарсыңдар. Бірақ онымен дос болу деген, енді білмеймін, я бір нақты жұмыспен, бір тірлікпен, универде, сабақта, жұмыстағы қыздармен сәлеммен түзу болар, бірақ бір кезде әбетке шығатын шығарсыңдар мүмкін, басқа жаққа шығатын шығарсыңдар, коллектив болып, немесе группа болып, бір бәрің жиналатын шығарсыңдар. Бірақ сен ол жердегі барлық қызбен дос емессің ғой. Сен сол қыздардың ішінде по-любому бір екеуіне бір шатырың кетіп жүреді да, по-любому, оны ұнатасың, енді жақынырақ тартып тұратын қыздар болады да. Потому что сен оларды, ондай қыздарды сен ыңғайы келіп жатса, жасырған жоқ, мініп алып шапқан келеді ол қыздарға. Бірақ олай жасай алмайсың, потому что оған білімің жетпейді, немесе духың жетпейді. Әрине ол біздің сенімізде күнә болып саналады ғой, ондай нәрсеге бару, бірақ бәрібір көргің келеді да сен ол қызды. Енді әңгіме достықта ғой, қыздарға выгодно жігіт достары болғанда, біреу ақша береді, біреу қарызға ақша алады да, сосын бермей жүре береді. Ол жігіт ол ақшасын сұрай алмайды, қыздан не деп сұрайсың, ұят қой дегендей. Бір досы бар, киноға апарады, кафеге апарады, тамақ әпереді. Бір досы тегін таксист, бүкіл әулетін тасып жүреді. Қызға жақсы да. Вот жігіттер бұл жерде маңырақ қалып жатады да. Сондықтан ағайындар қызбен дос болып та мен өзім көрдім, бірақ бола алмайды екен ондай. Дос болғандарды да көрдім. Ол өтірік достық та. Көбінде жігіттер ұнатады, амалсыздан қыздың қасында жүреді, қасында болайын әйтеуір жақын жүрейін. Бірақ ол достық емес та. Яғни қызды жоғалтып алғанша деген бір ойда, қорқынышта лучше мен дос болып жүре берейін. Сосын бір ыңғайы келіп жатса, сезімді білдіремін, сол кезде айтамын деген оймен жүреді да. Бірақ сен қорқып жүрген кезде, өйстіп тармас етіп жүрген кезде біздің курстан өткен жігіттер ол қыздарды не істейді, жұлып алып кетіп жатады да. Сосын қазір нормальный қыз жоқ деп, мен бәрін бердім ол қызға, ал ол қыз болса түсінбеді, бағалама деп, жігіттер ұзақ жүріп қалады да осындай сөздермен. Бірақ проблема сенде ол, сен тармас еттің. Сондықтан жігіттер қызың досымын деп, ол өтпей қалған әңгіме да, негізі қызға өзімді сата алмадым деген әңгіме да. Олай өздеріңді алдамаңдар. Қызбен дос болудан қыз ғана ұтады да. Саған ол жерден пайда жоқ. Демек, қызбен дос болмаймыз, қызбен ондай френдзона болатын болса одан шығамыз. Оның жолдарын біз антикурста айттық. Оны қалай түспеу керек, түсіп қалса қалай шығу керек. Сондықтан әлі антикурсты өтпеген болсаң, төмендегі нөмерге хабарласып, қосымша сыйлықты алып, қыздың дос емес, қыздың досынан жігіті деген статусқа өтуге бір өзіңе бастама жаса. Бүгінгі видео осы. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып, достарыммен бөлісіп отыр.